Тауқымет. Бибігүл Иманғазина. Бірінші бөлім. Прокурордың сүйікті қызы. Шалқар қалашығы оймақтай көлі бар, қысы боранды, жазы ыстық, жел тұрса қиыршық топырағы көзіңді аштырмайтын, кіндік қаны тамған адам болмаса, шеттен келген адамның сіңісіп кете қоюы қиындау мекен. Халқы адалдық пен адамдықтың, кісіліктің алдында тік тұрады. Қыздарын нәзік бала, қыз бала деп еркелетеді. Екіжүзділікті, жағымпаздықты өлімнен де жаман қабылдайды. Қазақ, орыс, татарлар өздерінің бір ұлттай тұтасып кеткен тату-тәтті сыйластықтарын мақтан тұтады. Орыс татарлар қазақтың мақал-мәтеліне жетік, қазақтың барлық салт-дәстүрінде бір қазықтай біледі. Бір үйде бір қыз болса, бір әулие, екі қыз болса, екі әулие. Қызға қонақ деп қарайды. Жылы жұмсақ сол қыздың аузында, киімнің жақсысы сол қыздың иығында. Жігіттер де осы бір қасиетті дәстүрлі бала күндерінен бойларына сіңіріп өседі. Қызды сыйламау деген өзіңді сыйламау деп түсінеді. Сондықтан да қыздары өжет, намысшыл, ұлдарының ынжықтау мінездерін өздері түзеп жіберуге дайын тұрады. Ал 1000 адамның ішінен оспадар біреу кездессе, ол адамнан алапес дегендей бойларын алшақ ұстауға тырысады. 41 жылы жеңіспен аяқталған қырғын соғыстың елдің басына түсірген тауқыметін Шалқар қалашығының кез келген отбасы бастарынан кешіп жатса да, болашаққа деген сенімдері мығым. Бұғанасы қатпаған балалардан бастап еңкейген қарттарына дейін жаз бойы қырманда түней жатып, қыстың напақаларын жинап алуға тырысады. Қарындары тойып, тамақ ішпесе де қырманға әндетіп барады, әндетіп қайтады. Бірінің қуанышы, бәрінің қуанышы, бірінің қайғысы, бәрінің қайғысы. Бидай өңді, кішкене көзі үнемі күлімдеп тұратын, аз сөйлеп көп тыңдайтын балдайдың екі сөзінің бірі шүкір, ең басты шүкірлігі, елінің елеулісі, халқының қалаулысы болып жүрген прокурор күйеуі сарбаздың елдегі тәртіпті бақылаушы ретінде соғысқа алынбай қалғаны. Келбетті, ұзын бойлы, жауырыны қақпақтай, прокурордың киімі өзіне өте жарасымды, күйеуінің қырғын соғыстан күйеулері қайтпаған жесір атаулының бәріне ұнайтынын білсе де, еш уақытта ешкімге сыр берген емес. Жаны мен жүрегі, тілеуі отының басындағы күйеуімен көңіліне тиіп Құдайдың қаһарына ұшырар жағдайым жоқ, деп өзіне жанашырлық жасап, сыпсыңдайтын абысын ажындарын тыйып тастайды. Балдайдың өсектесе ішкен асын жерге қоятындарға өсекте тыңдар, құлақты іздейді. Одан да ана жетімдер үйіндегі балалардың маңдайынан бір сипап қайтсаңдаршы, дейтін. Біреудің құлағына кірсе, екінші біреуінің ызасын қоздырады. Балдай сәл қолы тисе, өзінің іскер анасынан қалған көне тігін машинасына отыра қалып, жетім балалар үйіндегі қыздарға арнап, сары сәтеннен ұлдарға арнап ақ сұрыптан қисық жағалы көйлек тігеді. Қолы сәл босаса, табадан енді ғана шыққан ыстық нанның арасына сарымай салып, жанына тұңғышы тілеуді қыздары Бибісана мен Бағиланы ертіп алып, ата-аналары қырғын соғыста қайтыс болған Ресей мен Украинадан әкелінген балалар тұрып жатқан ақ үйге барады. Балдар орысшасынан жұрғақтығымен қысылмайды, олардың өзі тіккен көйлектерді таласа тармаса алғандарына қарап мәз болады. Орыстың балаларының өзімен қазақша сөйлесе бастағанына риза болып, күйеуі жұмысынан ерте қайтқан күні қаймақ құйылған күрең шайын баптай отырып, жастың аты жас қой, тез арада қазақша сөйлеп кеткендерін айтсаңшы, ал өзіміздің қаланың балалары оларға біз орысшаны тезірек үйрену үшін орысша сөйлеңдер, сендерге қазақшаның қажеті не дейтін болыпты, қазақша үйреніңдер деп біреу айтпайды, деп арасында жетім балалар үйінің директорының өтініштерін де сыздықтатып жеткізуге тырысады. Күйеуінің жетім балаларға қатысты шаруаны ауданның бірінші хатшысына жеткізетінін Балдай жақсы біледі. Сондықтан да директор қайным
қара басының шаруасын айтып тұрғандай үнемі ыңғайсызданып жүреді, деуді де қыстырып қояды. Соғыс мүгедегі бір аяғы жоқ, 40-тың енді ғана ақсаң жетім балалар үйінен директоры Қуанышты балалар Коля ағай дейді. Қуаныш балаларды әбден ұйықтатып барып үйіне қайтады. Таң атысымен бетін шала-пұла жуып, бір кесе шайын ұрттай салып, екі балдағына сүйеніп, жұмысына жеткенше асығады. Балаларының ауыздарынан жырып әкеліп беретін жұрттың сүт пен қаймағының жетім балаларға тепе-тең бөлінуінің қадағалайды. Мұнысын ұнатпайтын, қолы жыбырласа аузы бірге сөйлейтін бұрқылдақ апай аталған еркек пішінді жаңылдың жетімдердің нәпақасын жымқыратын жыртқыш мен болғаным ғой сонда, онысы несі дегенін Қуаныш естісе де естімегендей болады. Өңі сүттей аппақ, қасы көзі қиылған, тәмпіш мұрны өзіне жараса қалған, кіп-кішкене саусағы майысып домбыра тартатын Бибісана әкесінің ерекше жақсы көреді. Бибісананы біреулер Бибіш, Санаш десе, Сарбаздың құрдастары прокурордың сүйікті қызы деп еркелетеді. Сарбаз әжесінің қойнында өскен еркек қызының шешесінің атын атайтынын, не айтса да тауып айтатынын қызық көреді. Қызын «Сен менің қуыршағымсың» деп еркелетсе, «Мен қуыршақ болсам неге адамша сөйлеймін, неге адам сияқты тамақ ішемін, айтшы» деп әкесінің мойнына қарғып мініп алып сықылдай күледі. Осындай бір сәтте балдай күйеуіне «Еркек бала емес екенін есіңнен шығармасыншы» деген еді. Сарбаз тұнжырап қатты күрсініп қалды. Тұңғышы Тілеуге күйеуінің онша елжірей қоймайтынын білетін. Балдай іштей не десе де қыздың аты қыз да, ұлдың аты ұл ғой дегенді ойласа да, ол ойын күйеуіне айта алмайды. Қызының бет пішіні болмаса барлық мінез-құлқы ер балаға лайық екенін көрген сайын Сарбаз «Менің қызым әлі ел басқаратын азамат болады» деп іштей көңілі марқайып жүретін еді. Бірақ қызының күн санап құлпырып, ән мен күйге жақындығын байқаған сайын көңілі бәсейіп қалатын болып жүр.